Үміт қаншалықты күш береді. Ең азапты сынақ. 1950 жылдары Гарвардта зерттеу жүргізген доктор Курт Рихтер егеу құйрықтардың өзін суда қанша уақыт ұстай алатынын тексеру үшін арнайы су ыдысына салады. Орташа алғанда олар 15 минуттан кейін шаршап, жүзуден бас тартып, суға батады. Бірақ олар шаршап, жүзуден бас тартқанға дейін зерттеушілер оларды шығарып алып, кептіріп, бірнеше минут демалуға мүмкіндік береді де, және оларды екінші рет суға қайта салады. Екінші әрекетте олар қанша уақытқа дейін жүзді деп ойлайсыздар? Тағы 15 минут, әлде 10 минут, мүмкін 5 минут. Жоқ, 60 сағат. Иә, дұрыс естідіңіз, 60 сағат жүзген. Бұдан шыққан қорытынды: егеу құйрықтар өздерінің құтқарылатынына сенгендіктен, олар денелерін мүмкін емес нәрселер орындауға мәжбүрледі. Егер үміт шаршаған егеу құйрықтарды ұзақ уақыт жүзуге мәжбүр етсе, өзіңізге және өзіңіздің қабілеттеріңізге сенуіңіз сіз үшін не істей алар еді? Бұл туралы Эрих Мария адам өзі бас тартқанша, ол өз тағдырынан да күшті деп айтып кеткен. Менің арнама тіркеліп, подписация жасап, міндетті түрде қоңыраушаны басыңыз, және де қолдау көрсетіп, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Мен сізге келесі жолы адамдарға жасалған сұмдық эксперимент жайлы айтатын боламын.